Всем привет! Бүгін бізде бір күндік блог айдары. Қош келдіңіздер. Алтындай менің оқырмандарым. Қалайсыздар? Жалпы өзі жағдайларыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Бүгін біз 3 баламен үйде, үш баламен дегенімше 2 баламен үйдеміз. Бірінші очерет осылай бірінші бөлмемізді жинап кеттік. Өйткені бізде шай тамақ ішетін жер времянка бөлек. Сондықтан бірінші очерет осы үлкен үйді жинап кетем. Сосын барып времянкаға қарай жол тартамыз. Ал осы видеоны көрмес бұрын бірінші лайк басып кетіңіздер. Бір оқырманым лайкты сұрап аласыз ба деп жазып жіберіпті. Ұлы сөздің ұяты жоқ, сұрап алам я. Бірақ менің алтындай өзімнің тұрақты оқырмандарым маған айтқызбай-ақ өздері лайктарды басып кетеді. Сіздер барда мен добрыймын деп мақтанып кетейінші тағы. Бүгін бір аз видео сала қойын десем, әңгімем жетпей қала ма деп мен қорқып отырмын десең. Балапандарымен таңғы асымызды ішіп алдық та, сосын бірінші очерет нанымды ашытып қойдым. Бүгін еш шығару керек. Алла қаласа ертең таңертең ораза тұтамыз. Ораза тұтатын жандары болса, оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңізді Алла қабыл етсін. Ал осы жерде менде бір сұрақ бар сіздерге туындайтын. Мені негізі көбіне декреттегі аналар ғой қарайтын. Ертең ораза тұтасыздар ма? Менің негізі қызым бар ғой, әлі емедде, емізулімін. Бірақ енді қызым күндіз көбіне еме қоймайды да, кешкі ғана тек емеді. Ораза тұтпаған ма, негізі 3 жылдай ма, 4 жылдай болып қалды, почти күйеуге шыққалы белі ораза тұтқан жоқпын ғой. Сонымен алдыңғы жылы ораза тұтатын кезде, енді емізулі қызым болғаннан кейін алдыңғы жылда тұта алмай қалдым. Содан алдыңғы жылы уәде бергенмін. Енді күйеуіме не істеп айтып жатырмын ғой, прикол ұстап айтып жатырмын ғой. Айтады да, сен ұстамай ақ қойшы, анимесің ғой дейді да, мен айтамын ғой. Мен Құдайға уәде беріп қойғанмын, келесі жылға аман есен қол аяғым аман есен сол күнге жетсем ораза тұтамын деп мен уәде беріп қойғанмын, ұстауым керек деп. Енді бәрі ниетте ғой, енді ниетіміз қабыл болсын. Мендегі сұрақ сол болып тұр. Енді вдруг қызым емем деп қалса, емген жағдайда уже ораза ашылып кете ма, ауыз ашылып кете ма, сол жайлы білсеңіздер, комментарийға жазып кетсеңіздер. Негізі емізбеу керек қой, әйтеуір мен білетін, может емізуге болмайтын сияқты. Енді көреміз. Енді Алла қаласа ертең ниеттеніп ұстап атқаннан кейін, өзім ниеттенгеннен кейін қанша күн ораза басталады дегеннен бері ниеттеніп жүрмін. Алла қабыл етсін. Әйтеуір ұстайым дедім, мен ұстайым. Пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, егер де білетін болсаңыздар. Сонымен нан ашытып қойғанмын, сөйтіп бауырсағымды пісіріп алдым, қолдан нанымды пісіріп алдым, нан жауып едім. Бүгін бір бұлқылдап тұрып, нанымда бұлқылдап тұрып пісті ғой. Вроде кішкене ғана аштам деген сияқты едім, білмеймін. Нанға да, әйтеуір бауырсаққа да, одан қалса пирожкиге де жетіп кетті ғой. Сөйтіп аяқ асты картошкамды пісіре қойдым. Нанымда көп болып кеткеннен кейін, әйтеуір пирожки қылып жей қойсын деп. Бүгінгі нандарым енді ерекше болды деп айтсам болады. Ал енді сіздер оразаға дайынсыздар ма? Менің қойған сұрағыма жауап беріңіздер. Лайктарыңызды басып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Мені Гүлімка Келінканы қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер қолдасаңыздар, мен күнде шабыттанып тұрып видео салатын болам. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Всем пока-пока. Оразаларыңыз қабыл болсын.